Менің атым Асаф Беньямини, қазір 53 жастамын. Мен мүгедек жанмын және өмір сүру үшін күресіп жатырмын. Иерусалим қаласында тұрамын, Израиль мемлекетінде. Бұл үндеуді 2026 жылдың 8 қаңтарында бейсенбі күні жазып отырмын. Өз басымнан өткерген қиындықтарымды сіздерге жеткізгім келеді. Бұл мәселе тек менің ғана емес, көптеген адамдардың тағдырына қатысты. Израиль билігінің мүгедек және баспанасыз жандарға лайықты өмір сүруін қамтамасыз етуден бас тартқанына көп жыл болды. Бұл мәселе бізді ұзақ уақыт бойы мазалап келеді. Олардың қолдау көрсетпеуі біздің жағдайымызды одан сайын қиындатып отыр. Осы бас тартудың салдарынан күнделікті өміріміз ауыр, тоқтаусыз және көбінесе төзгісіз болып келеді. Біз әр күнді үмітсіздікпен қарсы аламыз. Адамдық қадір-қасиетіміз аяққа тапталып жатыр. Менің денсаулығым күн өткен сайын нашарлап барады. Бұл мені қатты алаңдатады. Ауруымның асқынуы менің өміріме айтарлықтай әсер етеді. Денсаулықтың нашарлауы қаржылық шығындарды тікелей арттырады. Әрбір емделу, әрбір дәрі менің бюджетімді тауысады. Қажетті қаражатты табу өте қиынға соғуда. Медициналық емдеуге кететін шығындар үнемі өсіп келеді. Бұл жүктеме менің мүмкіндігімнен тыс. Менің аз зейнетақым бұған жеткіліксіз. Қажетті дәрі-дәрмектердің бағасы да қымбаттай түсуде. Дәрісіз өмір сүру мүмкін емес. Бұл менің күнделікті күресімнің бір бөлігі. Медициналық тексерулерге арналған шығындар да көп. Әрбір анализ, әрбір консультация қалтамды қағады. Менің денсаулығым үшін бұлардың бәрі маңызды. Сонымен қатар қажетті көмекші құралдарға да ақша керек. Оларсыз менің өмірім одан әрі шектеледі. Бұл құралдарсыз мен күнделікті тіршілік ете алмаймын. Қолдау қызметтеріне де шығындар кетеді. Бұл қызметтер менің өмірімді жеңілдетуге арналған. Бірақ оларға төлеуге шамам жетпейді. Мүгедек немесе жалғыз басты адамдар үшін ақылға қонымды шешімдер жоқ. Біздің мәселемізге ешкім құлақ аспайды. Біз өз бетімізше қалып отырмыз. Мен әртүрлі көздерден көмек іздеуге талай рет тырыстым. Бірақ әрбір талпыныс сәтсіздікке ұшырады. Мен есік қаққан сайын жабық есікке тап боламын. Маған көмек қолын созудың орнына мен бейжайлықтың құламайтын қабырғасына тап болдым. Адамдардың немқұрайлылығы мені қатты ренжітеді. Бұл жағдай мені үмітсіздендіреді. Кейде тіпті ашық дұшпандықпен де бетпе-бет келдім. Бұл адамның жанына батырады. Менің кінәм не деп ойлаймын. Жүйелік ақаулар бюрократиялық қараусыздыққа келеді. Бұл шексіз қағазбастылық мені әбден шаршатты. Менің проблемаларымды ешкім шешкісі келмейді. Менің сұранысым өте қарапайым және адамгершілікке толы. Мен ерекше ештеңе сұрап отырған жоқпын. Мен тек адамша өмір сүргім келеді. Мен зор сыйлықтарды немесе үлкен жетістіктерді қаламаймын. Мен тек қажеттіліктерді сұраймын. Бұл менің ең басты тілегім. Менің мақсатым қадір-қасиетпен өмір сүруге мүмкіндік беретін қарапайым тіршілікке қол жеткізу. Мен өзімді қамтамасыз ете алатын деңгейге жетсем деймін. Бұл мен үшін өте маңызды. Маған қайырымдылық ұйымдары туралы ақпарат қажет. Олардың қызметі менің өмірімді өзгерте алады. Мүмкін олар маған көмектесе алар. Сонымен қатар әртүрлі қауымдастықтар туралы мәлімет іздеймін. Олардың қолдауы бізге үлкен күш береді. Мен осындай ұйымдармен байланысқым келеді. Жеке тұлғалар туралы да ақпарат керек. Қолынан келетін әрбір адамның көмегі маңызды. Біз бірге көп нәрсеге қол жеткізе аламыз. Бұл ақпараттың мақсаты қаржылық гранттар арқылы көмек көрсету. Бұл гранттар біздің күнделікті қажеттіліктерімізді өтеуге көмектеседі. Оларсыз өмір сүру өте қиын. Көмекке мұқтаждар ауру, мүгедек және баспанасыз адамдар. Біздің қатарымыздағы әрбір адам қолдауға мұқтаж. Олардың өмірі де құнды. Гранттардың басты мақсаты лайықты өмір сүруге мүмкіндік беру. Бұл адамдардың қадір-қасиетін сақтауға көмектеседі. Әрбір жан лайықты өмір сүруге лайық.
Кез келген ақпарат, бағыттау немесе көмек адамның өмірін өзгертуге қабілетті. Бұл менің бойымдағы сөнбес үміттің көрінісі. Әрбір кішкентай көмек те үлкен өзгерістер әкеледі. Сіздің көмегіңіз менің ғана емес, көптеген адамдардың тағдырына әсер етеді. Біз нақты көмекке мұқтажбыз. Бізді елемей қалдырмауларыңызды сұраймын. Біздің үмітіміз бар. Әлі де болса жақсылыққа сенеміз. Бізді ұмытпаңыздар. Рахмет.